Қарттар үйінің ауласында отырған Хадишаны дәл осы күні өткен өмірінен бір адамды кездестіріп, талдыры қайта өзгеретінін мүлде сезген жоқ. Күздің салқын күні еді. Қарттар үйінің ауласындағы ағаштардың сарғайған жапырақтары жерге баяу түсіп жатты. Хадиша ана үстіне қоңыр шәлісін қымтай орап, орындықта жалғыз отырған. Соңғы 6 айда осы аула оның күн сайынғы жалғыз серуендейтін жеріне айналған. Кейде есік жаққа ұзақ қарайтын, біреу келіп, "Апа, үйге қайтамыз" деп қолынан жетектеп әкететіндей көрінетін. Бірақ ондай күн әлі келмеді. Сол күні қарттар үйіне жасы 30-дан асқан, үстіне қара күрте киген бір ер адам келді. Ол мұнда тұратын ескі танысын іздеп келген еді. Дәлізден өтіп бара жатып, терезеден аулада отырған Хадишаны көріп, аяқ астынан тоқтап қалды. Жүрегі әлденені сезгендей дүрсілдеп кетті. "Жоқ, мүмкін емес", деді ол ішінен. Ер адам асығыс аулаға шықты. Хадиша басын төмен салып отырғандықтан оның жағындағанын байқамады. "Бұл сіз бе?" деді әлгі жігіт жай ғана. Әйел селк етіп басын көтерді. Алдында тұрған адамға бірнеше секунд үнсіз қарады. Жүзінде уақыттың ізі қалған, шашын ақ басқан, бірақ жанары сол баяғы таныс жанар еді. "Сағындық", деді Хадиша, сенер сенбесін білмей. "Е, менмін." Хадишаның ерні дірілдеп кетті. Сағындық оның қасына жақындап, "Сіз мына жерде қайдан жүрсіз?" деп сұрады, таңданысын жасыра алмай. Осы сұрақ Хадишаны жүрегіндегі 6 айдан бері жиналған мұңды қозғап жібергендей болды. Ол көзін төмен түсірді. "6 ай болды келгеніме", деді даусы дірілдеп. Соңғы сөзін аяқтай алмай көз жасын сүртті. Сағындықтың қабағы түйілді. "6 ай? Балаларыңыз қайда?" Хадиша үнсіз қалды. Біраздан кейін ғана, "Балаларым бар, Сағындық, бәрі бар. Ұлымдарым, немерелерім де өсіп қалды", деді. "Онда неге мұндасың?" Хадиша ауыр күрсінді. Кейде адамның баласы болғанымен барар жері болмай қалады екен. Сағындық не айтарын білмеді. Сағындық Хадиша ананың жүзіне үнсіз қарап қалды. "Балаларым бар, бірақ барар жерім жоқ" деген бір ауыз сөз оның жүрегін ауыртып жіберді. Өйткені алдындағы әйел ол үшін жай ғана ауылдас немесе көруші емес еді. Хадиша ана Сағындықтың жоқшылықпен өткен балалық шағының ең мейірімді адамдарының бірі болатын. "Хадиша апа", деді Сағындық, дауысы бәсеңдеп. "Сізді бұл жерден көрем деп 3 ұйықтасам түсіме кірмепті." Хадиша ана көзінің жасын сүртіп мұңая жымиды. "Өмір ғой балам, адам ертең қайда боларын білмейді екен." Сағындық оның балам деген сөзін естігенде жүрегін бір жылы сезім қарып өткендей болды. Бала кезінде де Хадиша оны дәл осылай атайтын. Екеуі бір ауылда қатар тұрған екі үйде өмір сүрген еді. Хадишаның шаңырағы ауылдағы жағдайы тәуір отбасылардың бірі болатын. Үйінде қора-қора малы, дастарханы жегілмейтін. Бала шағасына бір нәрсеге мұқтаж болмапты. Ал Сағындықтардың жағдайы мүлде бөлек болатын. Әкесі күндіз-түні қара жұмыс істейтін. Бірде қоймада жүк түсірсе, бірде ауыл сыртындағы шаруашылыққа барып жұмыс істейтін. Тапқан ақшасы үлкен отбасына әрең жететін. Сағындық үйдің кенжесі еді. Оның 2 ағасы мен 1 әпкесі бар болатын. 4 баланың ішіндегі ең кішісі болғандықтан анасының жанынан шықпайтын. Ал анасы Нұрсұлудың денсаулығы нашар еді. Бірде қан қысымы көтеріліп, төсек тартып қалса, енді бірде жүрегі қысылып, орнынан тұра алмай қалатын. Әсіресе қыс түскенде сырқаты жиілейтін. Сондай күндердің бірінде 10 жасар Сағындық есік алдында үнсіз отырған еді. Үйдің іші суық, пешке жағатын отында азайған. Анасы төсекте жатыр. Әкесі жұмыс іздеп аудан орталығына кеткеніне 2 күн болған. Үлкен ағалары мектепте, әпкесі үйдің тіршілігімен әлек. Сол кезде есіктен Хадиша кіріп келген. "Нұрсұлу, жағдайың қалай?" деп, ол бірден науқас әйелдің жанына барды. "Жақсын, Хадиша, әйтеуір осы балалардың тілеуін тілеп жатырмын ғой", деді Нұрсұлу әлсіз жымиып. Хадиша оның маңдайын ұстап көрді. "Қызуым бар екен, дәрінді іштің бе?" Нұрсұлу үндемеді. Оның үнсіздігінен ақ дәрі алуға ақшасы болмаған Хадиша түсінді. "Сағындық балам, сырт киіміңді ки, дәріханаға барып келеміз", деді. "Апа, ақшамыз жоқ қой", деді бала қысылып. Хадиша оның басынан сипады. "Оны сен ойнама, анаң ауырмасын деп тіле." Сол күні Хадиша дәрісін де әкелді. Бір дорба азық-түлікте көтеріп келді. Үн, күріш, қант, шәй, май. Нұрсұлу дорбаға қарап отырып, көзіне жас алды. "Хадиша, мұның не? Өз бала-шағаң бар, біз үшін шығындалма." "Қойшы, бүгін менің қолымда бар, ертең сенің қолыңда болар. Көрші деген осындайда керек емес пе?" Ол ешқашан жасаған көмегін міндетсінбейтін. Сағындық
Сол сөздерді бала болса да жүрегіне түйіп өсті. Қыс жақындағанда Хадиша олардың балаларының үстіндегі жұқа киімдерді байқап жүретін. Бір күні үйіне Сағындық пен оның ағаларын шақырып алды. Балалар, мына киімдерді киіп көріңдерші. Үстел үстінде бірнеше жылы күрте, шалбар, жемпір мен етіктер еді. Сағындық қуанып кетіп, бір күртені қолына алды, бірақ бірден қайта қойды. Анам ұрсады, біреудің затын алма дейді. Хадиша күліп жіберді. Бұл біреудікі емес, сендердікі. Арнайы алып қойдым. Шынымен бе? Шынымен. Сағындық жаңа күртені кигенде өзіне шақ келді. Бала айнаның алдына барып, өзін қайта-қайта қарады. Бұрын ағаларынан қалған киімді кезекпен киетін бала үшін жаңа күрте үлкен сый еді. Апа, әдемі ме? Деді қуанып. Өзіне жарасып тұр, деді Хадиша оның жағасын тістеп. Сол сәт әлі күнге дейін Сағындықтың есінде. Әпкесіне де жылы көйлек пен етік алып берген. Екі ағасына мектепке киетін шалбар жейді әкелген. Бірақ Хадиша мұның бәрін ауылға жариялап, мен көмектестім деп ешкімге айтқан емес. Кейде кешкісін үлкен табаққа ет салып, Нұрсұлу, балаларға бер, біздің үйде артығырақ пісіп кетіпті, деп әкелетін. Нұрсұлу оның әдейі көбек тамақ дайындағанын білетін, бірақ құрбысының көмінін қимай қабылдайтын. Алла бала шағаңның қызығын көрсетсін, Хадиша, жасаған жақсылығын алдыңнан шықсын, деп батасын беретін. Хадиша күліп, балаларымыз аман болсын, қалғанының бәрі табылады дейтін. Сағындық осының бәрін қарттар үйінің ауласында отырып бір сәтте есіне түсірді. Алдында отырған Хадиша анаға қарады. Баяғыда 4 баланың қарны ашпасын деп үйінен тамақ тасып жүрген әйел. Анасы ауырғанда дәрісін алып берген әйел. Қыста тоңбасын деп киім әперген әйел. Бүгін сол адамның өзі қарттар үйінде жалғыз отыр. Бұл ой Сағындықтың жанына ауыртты. Хадиша апа, иә балам, менің анам сізді өмірінің соңына дейін айтып өтті. Хадиша ана таңырқап қарады. Нұрсұлуды айтып отырсың ба? Иә. Сағындықтың даусы дірілдей бастады. Анам біз ең қиналған кезде Хадиша қол ұшын созды. Балаларым аш қалмасын деп тамағын бөлісті. Үстіне киім әперді. Мен ауырып жатқанда дәрімді алып берді. Сол жақсылықты ешқашан ұмытпаңдар деп отыратын. Хадиша ана төмен қарады. Қойшы балам, оның несін айтасың? Көрші болдық, бір ауылда тұрдық. Қолымнан келгенін ғана жасадым. Сіз үшін кішкентай нәрсе болған шығар, біз үшін үлкен көмек еді. Сағындық біраз үнсіз қалды. Бір қыста менің етігім жыртылып қалғаны есіңізде ме? Хадиша сәлләмім ойланып, сен мектепке жұқа аяқ киіммен барып жүрген кезің бе? Сағындық жымиып басын изеді. Иә, сіз маған жаңа етік алып бергенсіз. Мен сол етікті төсегінің жанына қойып ұйықтағанмын. Хадиша еріксіз күліп жіберді. Көптен бері оның жүзінен мұндай жылы күлкі көрінбеген еді. Рас па? Рас. Жаңа етігімді біреу алып кететіндей қорқып жататынмын. Екеуі бір сәт күліп алды, бірақ Сағындықтың күлкісі көп ұзамай басылды. Ол Хадишаның қолына қарады. Саусақтары әжімденген, қолдары дірілдейді. Сағындықтың есіне тағы бір көрініс түсті. Бала кезінде осы қол оның күртесінің түймесін тағып беретін. Осы қол анасының маңдайына салқын шүберек басатын. Осы қол үйіне маң көтеріп келетін. Сағындық ауыр күрсінді. Апа, балаларыңыз сізді осында өздері әкелді ме? Хадиша бірден жауап бермеді. Көзін аула қақпасына қадады. Балаларыңды жамандағым келмейді, балам. Мен жамандап отырған жоқпын, тек білгім келеді. Хадиша ана жанарындағы жасты көрсеткісі келмей, жүзін басқа жаққа бұрды. Өзім келдім. Осы бір ауыз сөз Сағындыққа ауыр тиді. Содан бері 6 ай өтті ме? Иә. Келіп тұра ма? Хадиша үнсіз қалды. Оның үнсіздігі бәріне жауап еді. Сағындық орнынан тұрып бірнеше қадам жүрді де қайта бұрылды. Көкірегіне сыймаған өкініш пен ренішті басуға тырысты. Өмір қызық екен, апа. Несі қызық? Бала күнімізде сіз біздің үйге тамақ әкелетін едіңіз. Анамыз ауырса қасында отыратын едіңіз. Бізге киім алып беретін едіңіз. Сонда өзімізге ештеңе керек емес сияқты көрінетін. Хадиша жымиғандай болды. Ол кезде жас едік қой. Ал қазір сізге бір адамның жанында отырып, жағдайыңызды сұрағаны керек болып тұр. Хадиша ана бұл жолы көз жасын ұстай алмады. Қартайғанда адамға
көп нәрсе керек емес екен Сағындық. Бір жылы сөз, бір кесе шайды бірге ішетін адам. Апа, қалайсыз деп сұрайтын дауыс. Соның өзі жетеді екен. Сағындықтың жүрегі шымырлады. Ол Хадиша ананың жанына қайта отырып, қолын ақырын ұстады. Хадиша апа, сіз жалғыз емессіз. Хадиша оған таңырқай қарады. Қалай жалғыз емеспін? Мен бармын. Қой балам, сенің де отбасың, тіршілігің бар шығар. Бар, бірақ сіз біздің отбасымызға бөтен адам болған жоқсыз ғой. Хадиша жауап бере алмады. Сағындық оның көзіндегі жасты көріп. Анан тірі болғанда сізді осылай көрсе, мені кешірмес еді деді. Неге? Қиын күнімде жанымнан табылған адамды жалғыз қалдырдың ба дер еді. Хадиша ананың иегі дірілдеп кетті. Сағындық орнынан тұрып. Мен тағы келемін апа. Келе ғой балам. Жоқ, жай ғана келіп кетпеймін. Хадиша түсінбей қарады. Сағындық оның алдына отырып көзіне тіке қарады. Сіз бізге кезінде жасаған жақсылығыңызды ұмытқан шығарсыз. Бірақ мен ұмытқан жоқпын. Хадиша, мен оны қайтарсын деп жасаған жоқпын балам деді. Білемін, сондықтан ол жақсылықтың бағасы одан сайын қымбат. Сағындық қарттар үйінің есігіне қарай жүріп бара жатып, бірнеше рет артына бұрылды. Хадиша ана орындықта отыр еді, бірақ бұл жолы ол бұрынғыдай жерге қарап қалған жоқ. Сағындық кеткен қақпаға ұзақ қарап отырды. Жүрегінің түбінде 6 айдан бері алғаш рет әлсіз ғана үміт оянғандай болды. Ал Сағындық сол күні қарттар үйінен бір шешімге бекініп шықты. Бала кезінде өзіне бір жып етікпен бір үзім нанның қуанышын сыйлаған жанды енді жалғыз қалдырмауға бел буды. Өйткені кейбір жақсылық ұмытылғандай көрінгенімен, жылдар өткен соң адам тағдырының алдынан қайта шығады. Хадиша ана кезінде 4 балалы жағдайы төмен көршісіне қолындағысын бөліп бергенде, сол үйдің кенжесі Сағындықтың арада қаншама жыл өткен соң өзіне медет боларын қайдан білсін. Сағындық қарттар үйінің қақпасынан шыққанымен, ой сол жерде қалып қойғандай еді. Көлігіне отырып, қозғалтқышты іске қосқанымен бірден жүріп кете алмады. Екі қолын рөлге қойып, үнсіз алға қарап ұзақ отырды. Көз алдынан Хадиша ананың мұңлы жүзі кетер емес. Қартайғанда адамға көп нәрсе керек емес екен Сағындық. Бір жылы сөз, бір кесе шайды бірге ішетін адам болса болғаны деген сөзі құлағында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Қалай ғана осылай болды екен, деді Сағындық өзіне өзі. Бала кезіндегі Хадиша апасы мүлде басқа еді. Үнемі күлімдеп жүретін. Өзінің 4 баласы бар үйге бір табақ ет көтеріп келіп, балалар тойып жесін дейтін. Анасы Нұрсұлу ауырып қалғанда түннің бір уағына дейін жанында отырып күтетін. Ал бүгін сол мейірімді жан қарттар үйінің ауласында жалғыз отыр. Сағындықтың көңілі құласып кетті. Жол бойы не істерін білмей ойланды. Балалары бар адамның тағдырына араласқаным дұрыс па? Үйге алып келсемше, ажар не дейді? Балалар қалай қабылдайды? Бірақ артынша анасының баяғы сөзі есіне түсті. Балам, адамның жасаған жақсылығын ұмытпа. Жақсылықтың қарызын ақшамен емес, адамдықпен қайтарасын. Сағындықтың жүрегі шым етті. Анашым, сен тірі болсан не істер едің? Деді сыбырлап. Жауабын өзде білетін. Нұрсұлу Хадишаны жалғыз қалдырмас еді. Сағындық үйіне келгенде кеш батып қалған. Ажар ас үйде кешкі ас дайындап жүр екен. Күйеуінің кіргенін естіп, келдің бе? Қолыңды жу, тамақ дайын болып қалды, деді. Бірақ Сағындық әдеттегідей жауап қатпады. Сырт киімін шешіп, үнсіз барып орындыққа отырды. Ажар күйеуінің қабағын көріп, қолындағы қасығын қоя салды. Сағындық, не болды? Ештеңе. Ештеңе дейтін түрім жоқ қой. Ажар оның қарсы алдына келіп отырды. Біреу ауырып қалды ма? Жоқ. Онда не болды? Сағындық біраз үнсіз отырды. Сосын ауыр күрсініп, бүгін бір адамды кездестірдім деді. Кімді? Хадиша апаны. Ажар бірден есіне түсіре алмады. Қай Хадиша апа? Біздің ауылдағы көршіміз болған. Анам ауырып жүргенде үйге келіп көмектесетін апа бар еді ғой. Саған талай айтқанмын. Ажар ойланып барып. Сендерге бала кездерінде киім, тамақ әкеліп беретін кісі ме? Иә, сол кісі. Қайдан кездестірдің? Сағындық осы сұраққа жауап беруге қиналып төмен қарады. Қарттар үйінен. Ажардың жүзі өзгеріп кетті. Қарттар үйінен? Иә. О кісі онда не істеп жүр? 6 айдан бері сонда тұрады екен. Ажардың қолы еріксіз кеудесіне барды. Қойшы. Рас. Сағындық әйеліне бұрын болған әңгіменің бәрін айтып берді.
Хадиша ананың аулада жалғыз отырған. Балалары бар екен. Қарттар үйіне өзі келген. 6 ай бойы сол жерде өмір сүріп жатқан. Айтып отырып Сағындықтың даусы бірнеше рет дірілдеп кетті. Ажар, білесің бе, мен оны көргенде өз анамды көргендей болдым. Ажар үндемей тыңдап отырды. Бала кезімізде үйде тамақ болмай қалған күндер болды. Сонда сол кісі бір дорба азық-түлік көтеріп келетін. Анамның дәрісін алып беретін. Қыста үстімізге киім әперетін. Менің жаңа етік киіп қуанғанымды әлі ұмытпаймын. Сағындық көзін төмен түсірді. Ал бүгін сол адамның өзі жалғыз отыр. Ажар күйеуінің жан күйзелісін түсінді. Балалары ше? Бар. Неге алып кетпейді? Оны сұрап қинағым келмеді. Өзім келдім деді. Бірақ адамның өз үйін тастап, қарттар үйіне жайдан жай бармайтынын өзің де білесің ғой. Ажар үнсіз қалды. Бөлменімше бір сәт тып-тыныш болып кетті. Сағындық, не істерімді білмей отырмын деді. Не істегің келеді? Сағындық әйеліне қарады. Шынымды айтсам, алып кеткім келеді. Ажар үнсіз тыңдап отырды. Бірақ сенімен ақылдаспай ондай шешім қабылдай алмаймын. Бұл сенің дейін. Оның үстіне қарт адам. Күтімі бар, мінезі бар. Бізге де оңай болмас. Сағындық осы сөздерді айтып болғаннан кейін әйелінің жауабын күтті. Ажар біраз ойланып отырды. Сосын жай ғана алып кел деді. Сағындық естімей қалғандай әйеліне қарады. Не дедің? Хадиша апаны үйге алып кел. Ажар, не? Жақсылап ойлан. Мен сезімге беріліп отырған шығармын. Ертем қиын болып жүрмесін. Ажар күйеуінің сөзін бөлді. Сағындық, сен жаңа ғана ол кісі сендердің аш кездерінде тамақ бергенін айттым. Анаң ауырғанда дәрісін әкелгенін айттым. 4 баланың үстіне киім алып бергенін айттым. Иә, сонда ол кісі сол кезде мына балалар ертең маған көмектесе ме деп есептеп жасады дейсің бе? Сағындық үндемеді. Жоқ қой, қолынан келген жақсылығын жасады. Ендеше біз де қолымыздан келгенін жасайық. Сағындықтың жанары жасаурап кетті. Бірақ сен қиналып қаласың ба деп қорқамын. Ажар жымиып, үйде бір адамға орын табылады. Дастарханымыздан бір кесе шай, бір табақ тамақ табылады. Ең бастысы, көңілімізден орын табылса болды. Сағындық әйеліне үнсіз қарап қалды. Ол Ажардан мұндай жауапты күтпеген еді. Шынымен қарсы емессің бе? Неге қарсы боламын? Ертең біз де қартаямыз. Біздің де балаларымыз өседі. Адам бүгін жасағанын ертең алдынан көреді. Сосын сәл кідіріп, оның үстіне сенім анаңа қиын кезде қол ұшын берген адамды қалай сыртқа тебемін? Нұрсұлу апа тірі болса, өзі-ақ үйге алып келер еді. Осы сөз Сағындықтың жүрегіне ерекше тиді. Ол орнынан тұрып терезе алдына барды. Сыртта қараңғы түсіп кеткен. Ал оның көңіліндегі ауырлық сәл де болса сейілгендей еді. Ертең барам, деді ол. Бар. Бірақ бір мәселе бар. Хадиша апа өзі келісер ме екен? Алдымен сөйлес. Бізге жасаған жақсылығыңызды өтеуге келдім деп айтпа. Қарт адамға ол сөз ауыр тиеді. Сағындық бұрылып қарады. Онда не деймін? Ажар жылы жымиып. Апа, үйге жүріс. Бізге ана болыңыз де. Сағындықтың тамағына өксікті қылды. Бірнеше секунд үнсіз тұрып қалды. Ажар? Иә, рахмет. Маған рахмет айтпа. Хадиша апаны алып келгенде айтасың. Сол түні Сағындық ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Бірақ бұл жолы оның мазасыздығының арасында бір үміт бар еді. Ал қарттар үйінде Хадиша ана керез алдында отырып күндіз кездескен Сағындықты ойлап отырған. Бала кезіндегі қалпы әлі өзгермепті. Жүрегі жұмсақ екен деп іштей күлімсіреді. Ол Сағындықтың ертең қайта келетінін білмеді. Одан да маңыздысы, бір кезде өзі жылу сыйлаған баланың енді оны өз шаңырағына шақыруға келе жатқанын мүлде сезген жоқ еді. Кейде адам жасаған жақсылығын ұмытып кетеді, бірақ жақсылық оны ұмытпайды екен. Арада қанша жыл өтсе де, бір күні ең қажет сәтте өзіңе қайта оралады. Сағындық бүгін үлкен құрылыс компаниясының басшысы еді. Қаладағы талай биік ғимараттың, тұрғын үй кешендерінің, мектептер мен кәсіпкерлік нысандарының салынуына оның компаниясы атсалысқан. Қол астында жүздеген адам еңбек ететін, бірақ сырт көзге жағдайы жақсы, беделді азамат болып көрінетін Сағындық өзінің қайдан шыққанын бір күнде ұмытқан емес. Өйткені оның балалық шағы жоқшылықпен өткен еді. Қыстың қақаған аязында пешке жағатын отының таусылып қалғанын да, дастархан басында 4 балаға бір нанды бөліп жеген күндерді де ұмытпады. Анасы Нұрсұлу
ауырып төсек тартып жатқанда үйде дәрі алатын ақша болмай қалған сәттер санасында өшпестей болып сақталды. Сондай кездердің бірінде кішкентай Сағындық шешесінің төсегінің жанында отырып, «Анашым, мен өскенде көп ақша табамын» деген еді. Нұрсұлу әлсіз ғана күлімсіреген. «Ақшаның көптігі адамды адам етпейді, балам. Адал бол, еңбек ет, біреудің ақысын жеме. Сонда өмірім жаман болмайды». Бала Сағындық анасының сөзін түсінгендей басын изеген. Бірақ ішіндегі бір арманы сол кездің өзінде қалыптасып еді. Мен ертең әке болғанда, балаларым жоқшылық көрмейді, киімге қарап жәутеңдемейді, үйде тамақ жоқ деп уайымдамайды. Балаларының қалаған оқуын оқытамын деп өзіне іштей серт берді. Сол серт оны өмір бойы алға жетеледі. Мектепте Сағындық үздік оқуға тырысты. Кешке үйдің жұмысын істеп болған соң, әлсіз шамның жарығымен кітап оқитын. Кейде шаршап, кітабының үстіне басын қойып ұйықтап қалатын. Нұрсұлу баласының үстіне көрпе жауып тұрып, осы баланың талабын Алла оңғарсын деп тілейтін. Екі ағасы да ерте есейді. Отбасындағы қиындық оларды еркелікке емес, еңбекке үйретті. Кейін екеуі де білім алып, жақсы қызметке орналасты. Бірі мемлекеттік мекемеде жауапты қызмет атқарса, екіншісі жеке кәсіпорында басшылық деңгейге дейін көтерілді. Әпкесі де оқуын аяқтап тұрмыс құрды. Өз шаңырағын көтеріп, балалы шағалы болды. Ал үйдің кенжесі Сағындық өзгелерден сәл өжет еді. Бір нәрсеге бел буса, соңына дейін жеткізбей тоқтамайтын. Мектепті бітіргеннен кейін қалаға оқуға аттанды. Әкесі жолға шығарып салып тұрып, қалтасындағы аз ғана ақшасын ұлының қолына ұстатты. «Балам, көп емес, басқа берерім жоқ». Сағындық әкесінің күстенген алақанына қарады. Сол алақан олардың 4 баласын асырау үшін талай ауыр жүк көтерген еді. «Әке, маған осы да жетеді. Енді сіздер үшін мен жұмыс істеймін» деді. Оқуға түскен жылдары Сағындыққа оңай болған жоқ. Күндіз сабақ оқса, кешкісін құрылыс алаңында жұмыс істеді. Қап көтерді, ерітінді араластырды. Қыстың суығында далада жүрді. Кейбір қатарластары сабақтан кейін демалып жүргенде, Сағындық жұмыс киімін киіп құрылысқа кететін. Қолы жарылып, арқасы ауырған күндері де болды. Бірақ ол бірде-бір рет «Неге менің өмірім осындай» деп налынған емес. Керісінше, бүгін қиын болса, ертең жеңіл болу үшін еңбек етуім керек дейтін. Құрылыстың қара жұмысынан бастаған Сағындық сол саланың әр қырын үйренді. Оқуын аяқтаған соң жас маман болып құрылыс компаниясына жұмысқа кірді. Алғашында қатардағы инженер болды. Кейін бригадир, бөлім басшысы, жоба жетекшісі қызметтерінен өтті. Оның бір ерекшелігі, қарапайым жұмысшылармен сөйлескенде ешқашан жоғарыдан қарамайтын. Өйткені өзі де сол жұмысты істеген. Жұмысшының бір күн бойы аяқтан тік тұрып шаршағанын, айлықты күтіп үйіне қайтатынын жақсы білетін. Жылдар өте Сағындық тәжірибе жинады. Ақша жинап, шағын құрылыс фирмасын ашты. Алғашында кеңсесі де кішкентай еді. Бірнеше ғана қызметкер болды, бірақ ол берілмеді. Күндіз құрылыс нысандарын араласа, түнде есеп жүргізетін. Кейде үйіне түн ортасында келетін. «Ажар, өзіңді де күтсемші» дегенде, «Біраз шыдайық, балаларымыздың болашағы үшін жасап жүрмін» дейтін. Жылдар өте шағын компания үлкен кәсіпорынға айналды. Сағындық бала күніндегі сертін орындады. Балалары жақсы мектепте оқыды. Үйінде жоқшылық болған жоқ, бірақ ол балаларына бір нәрсені үнемі айтып отыратын. «Сендер дайын дүниенің ортасында өстімдер, сондықтан ешкімді кедейлігіне қарап кемсітпеңдер. Менің де бала күнімде кейде жаңа киім алуға жағдайымыз келмеген. Бізге көршілеріміз көмектескен күндер болған. Сол кезде оның есіне үнемі Хадиша ана түсетін. Бірақ жылдар өте олардың жолы екіге айырылған еді. Сағындық қалаға оқуға кеткеннен кейін Хадишаның отбасы да ауылдан көшіп өткен. Қай қалаға кеткенін нақты білмейтін, ал ауылдағы өмір жалғаса берді. Нұрсұлудың денсаулығы жыл өткен сайын нашарлай түсті. Сағындық жағдайы түзелген соң, анасын қаладағы жақсы дәрігерлерге көрсетіп, емдетуге тырысты. «Анашым, енді сіз ештеңені уайымдамайсыз, біз өстік қой» дейтін. Нұрсұлу баласына қарап, «Менің ең үлкен байлығым сендердің аман жүргендерін» деп күлімсірейтін. Бірақ адамның ғұмыры өлшеулі екен. Бір күні Нұрсұлудың жағдайы күрт нашарлады. Балалары түгел жиналды. Сағындық анасының жанынан шықпай отырды. Нұрсұлу кенже баласының қолын әлсіз қысып, «Сағындық». «Иә, анашым».
Жағдайың түзелді деп адамдығыңды жоғалтпа. Қолынан келсе біреуге көмектес. Бізге де кезінде адамдар көмектесті ғой. Сағындық анасының кім туралы айтып жатқанын бірден түсінді. Хадиша апаны айтып жатырсыз ба? Нұрсұлу әлсіз жымиды. Оны да, өзгелерді де. Жақсылықты ұмытпа балам. Көп ұзамай Нұрсұлу өмірден өтті. Анасының қазасы Сағындыққа қатты батты. Үлкен компания басқарып, талай қиын мәселенің шешімін тауып жүрген азамат сол күні анасының қабірінің басында кішкентай баладай жылады. Анашым, енді сізге жақсы өмір көрсетемін деп жүргенде неге асықтыңыз? Деді көз жасын сырт алмай. Арада көп уақыт өтпей әкесі де бақилық кек болды. Жарынан айырылғаннан кейін әкесінің де еңсесі түскен еді. Сағындық үшін бірінен соң бірі келген екі қаза өте ауыр тиді. Ол кезде Хадиша ана ауылда жоқ болатын. Олардың отбасы әлде қашан көшіп кеткен еді. Сондықтан Нұрсұлу мен Сағындықтың әкесінің қайтыс болғанын Хадиша кейін естіді ме, естімеді ме, Сағындық оны білмейтін. Жылдар өтіп жатты. Тіршілік Сағындықты бір орында тұрғызбады. Жұмыс, отбасы, бала-шаға. Бірақ оның жүрегінің бір түкпірінде бала күндегі адамдардың бейнесі сақталып қалды. Анасының ауырған кезі, әкесінің күстенген қолы, ағалармен бөліскен бір үзім нан, және есіктен күлімдеп кіріп, қолына азық-түлік көтеріп келетін Хадиша апасы. Сондықтан қарттар үйінде Хадишаны көрген күні Сағындықтың жүрегі ерекше ауырған еді. Ол енді оның алдында жай ғана қарт әйелді емес, өзінің қиын балалық шағында үміт сыйлаған адамды көрді. Сол сәтте анасының соңғы аманаты есіне түсті. Жақсылықты ұмытпа балам. Енді Сағындық сол аманаттың мағынасын бұрынғыдан да терең түсінген еді. Таң атты. Сағындық бұл түні дұрыс ұйықтай алмады. Біресе Хадиша ананың қарттар үйінің ауласында жалғыз отырған бейнесі көз алдына келсе, біресе анасы Нұрсұлудың «Жақсылықты ұмытпа балам» деген сөзі есіне түсті. Таңғы асқада тәбеті соқпады. Ажар оның үнсіз отырғанын көріп, «Бүгін Хадиша апаға барасың ба?» деп сұрады. «Барам, бірақ алдымен бір нәрсені анықтап алуым керек». «Нені?» Сағындық ойланып қалды. «Балалары тірі ғой. Мен ешкімге айтпай анасын алып кетсем дұрыс болмайды. Не болғанда да өз балалары. Ең болмаса, анаңызды үйіме алып кетейін деп жатырмын деп ескертуім керек». Ажар басын изеді. «Дұрыс айтасың». Сағындық жұмыс орнына телефон соқты. «Бүгін сәл кешігіп барам. Таңертең шаруам бар», деді көмекшісіне. Сосын кабинетіне кіріп, үстел басына отырды. Хадиша ананың балаларының телефон нөмірлерін табу оңай болған жоқ. Бірақ ауылдағы бұрыннан танитын бірнеше адамға хабарласып, ақыры үлкен ұлы Дидардың нөмірін алды. Телефонды қолына ұстап отырып біраз ойланды. Қалай бастаймын? Сосын қоңырау шалды. Бірнеше рет шақырғаннан кейін арғы жақтан ер адамның даусы естілді. «Алло, сәлеметсіз бе, Дидарсыз ба?» «Иә, кім бұл?» «Мен Сағындық деген азаматпын. Сіздің анаңыз Хадиша апамен бір ауылда тұрғанбыз. Бала кезімнен таныспын». Дидардың даусы салқын шықты. «Иә, айта беріңіз. Кеше анаңызды қарттар үйінен кездестірдім». Арғы жақта біраз үнсіздік болды. «Содан?» Сағындық осы бір сөзден ақ тосылып қалды. «Содан дегеніңіз қалай? Анаңыз 6 айдан бері сонда екен». «Білем. Мен сізге соны айту үшін хабарласып отырмын. Анаңызды қарттар үйінен алып, өз үйіме апарғым келеді. Бірақ сіз үлкен ұлы болған соң, алдымен ескерткенім дұрыс деп ойладым». Дидар тіпті ойланбастан: «Алып кетсеңіз, алып кете беріңіз», деді. Сағындық бір сәт үнсіз қалды. «Қалай?» «Бізге бәрібір». Сағындықтың қабағы түйілді. «Дидар, ол сіздің анаңыз ғой». Арғы жақтан ауыр күрсініс естілді. «Аға, сіз біздің отбасымыздың жағдайын білмейсіз. Сондықтан сұраттырым. Ол кісі өзі сондай жағдайға жеткізді». Сағындық таңы қақ. «Не істеді?» Дидардың даусы қатқылдана түсті. «Үйі бар еді, бізге бермеді». «Қандай үй?» «Әкемізден қалған үлкен үй. Үшеуміз де үйді бізге аударып беріңіз дедік. Берген жоқ. Өзі кепілге қойып несие алды. Кейін төлемей қалды. Банк үйді алып кетті». Сағындықтың жүрегі біртүрлі болып кетті. «Сонда үйден айырылғаны үшін анаңызды кінәлап отырсыз ба?» «Өзіне сол керек», деді Дидар салқын ғана. Сағындық телефонды құлағына малыстатып, арғы жаққа сенбей қарағандай болды. Ол қате естідім бе деп ойлады. «Не дедіңіз?» «Өзіне сол керек дедім. Бізге бермеді. Енді үйі де жоқ. Қайда тұрса онда тұрсын».
Сағындықтың ішінен бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Дидар, сіз қазір туған анаңыз туралы айтып отырсыз. Білемін, сізді дүниеге әкелген адам туралы. Аға, маған ақыл айтпай-ақ қойыңызшы. Алып кетем десеңіз, алып кетіңіз. Біз қарсы емеспіз. Телефон өшті. Сағындық біраз уақыт телефонға үнсіз қарап отырды. Қолының тірілеп кеткенін сонда ғана байқады. Қалайша, деді ол өзіне өзі. Ол Хадиша ананың үлкен ұлын түсінбеді. Мүмкін бұл бір адамның ғана өкпесі шығар. Басқа балалары басқаша ойлайтын болар. Осы үмітпен екінші ұлының нөмірін тауып қоңырау шалды. Өзін таныстырып, болған жағдайды түсіндірді. Бірақ екінші ұлының жауабы да ұзаққа созылмады. Аға, алып кетем десеңіз алыңыз. Сонда анаңызды іздемейсіздер ме? Не үшін іздейміз? Ол аналарыңыз емес пе? Арғы жақтағы жігіт ашулана сөйледі. Бізге кезінде үйді бермеді. Үшеумізге бөліп берсе болатын еді ғой. Өзінің емдеп отырып алды. Соңында банк алды. Сонда үй адамнан қымбат па? Деді Сағындық шыдай алмай. Әркім өз ісіне жауап береді. Ол сізді өсірген адам ғой. Оны өзіңіз білесіз. Бізге керек емес. Телефон тағы үзілді. Сағындық орындықтан тұрып кетті. Кабинеттің ішінде ары-бері жүрді. Қанша жыл кәсіппен айналысып, түрлі мінездегі адамдармен кездессе де, дәл мұндай сөздерді естімеген еді. Бір сәт өз анасы Нұрсұлу есіне түсті. Егер анасы тірі болса, үйі түгілі бар дүниесін балаларына берер еді. Ал балалары болса, анасының бір ауыз сөзін жерге тастамас еді. Сағындық үшін ата-ананың қадірі мүлікпен өлшенбейтін. Ол үшін ана үйден де, ақшадан да, дүниеден де жоғары еді. Бірақ әлі үшінші ұлы бар болатын. Сағындық соңғы үмітпен оғанда хабарласты. Мен Сағындық деген ағаң боламын. Анаң Хадиша апамен бала күннен көріштірдік. Иә аға. Ананды қарттар үйінен алып кетсем деп отырмын. Үшінші ұлда көп ойланған жоқ. Алып кете беріңіз. Сағындық жүрегі суып, үшеуіңде осылай айтып отырсыңдар. Аға, сіз білмейсіз, біз анамызға талай айттық. Нені? Үйді бізге бер деп. Сонда мәселе тек үйде ме? Үйде емес, бірақ өзі тыңдамады. Соңында үйді банк алып қойды. Енді қайда барсын? Сағындық даусын көтермей-ақ. Сендерге барып тұрсын. Арғы жақтан кідіріссіз жауап келді. Бізге керек емес. Осы сөз Сағындықтың жанын тіліп өткендей болды. Анаң керек емес пе? Үнсіздік. Сосын, аға, өзіміз алып кетем десеңіз, алып кетіңіз. Біз араласпаймыз. Қоңырау аяқталды. Сағындық телефонын үстел үстіне баяу қойды. Бірнеше минут еш қимылсыз отырды. Кеше Хадиша ананың «Балаларынды жамандағым келмейді, балам» деген сөзі есіне түсті. Сөйтсе, ана жүрегі сонда да балаларын қорғаштап отырған екен. Балалары өзінен безіп отырса да, Хадиша оларды бір ауыз жамандамай, өзім келдім деген. Сағындықтың көзі жасаурады. Апай, бәрін ішіңізге жұтып жүрген екенсіз ғой. Ол орнынан тұрды. Осы сәтте оның ойындағы күмән түгел сейілген еді. Енді ол ешкімнің рұқсатын күтпейтінін түсінді. Балаларының өз аузынан бізге керек емес деген сөзді естігеннен кейін Хадишаны сол жерде қалдыруға оның адамгершілігі жібермейтін. Сағындық телефонын алып Ажарға қоңырау шалды. Ажар? Иә, не болды? Сағындық біраз үнсіз қалды. 3 ұлына да хабарластым. Не деді? Сағындықтың даусы ауыр шықты. Үшеуінің де айтқаны бір сөз. Қандай? Бізге керек емес деді. Арғы жақта Ажар да үнсіз қалды. Сағындық терезеге қарап тұрып, Ажар, мен Хадиша апаны бүгін алып келем деді. Бұл жолы оның даусында күмән жоқ еді. Өйткені ол енді Хадиша ананы қарттар үйінен жай ғана алып шыққалы жаққан жоқ. Өз балалары қажет етпеген ананы қайтадан отбасының жылуына әкелуге бара жатқан еді. Қарттар үйінің терезесі алдында отырған Хадиша ана сол күні ұзақ ойға батты. Далада күзгі жел баяу соғып, ағаш шапақтарын жерге түсіріп жатты. Ал оның көз алдында жапырақтар емес, бүкіл ғұмыры бірінен соң бірі өтіп бара жатқандай еді. Менің өмірім қай жерден өзгеріп кетті екен, деп ойлады ол. Бір кезде ол да жас еді, жігерлі, өжет, ешкімге жалтақтамайтын ер мінезді қыз болатын. Ауылдастары, Хадиша бір нәрсеге бел буса, соны орындамай тынбайды дейтін. Сол мінезі оның бүкіл өміріне серік болды. Сейілханға тұрмысқа шыққан күндері әлі есінде.
Екеуі жас еді. Дүниелері көп болмаса да, көңілдері тоқ болатын. Үйленген алғашқы жылдары кешкісін есік алдында қатар отырып, болашақтарын ұзақ әңгімелейтін. Үлкен үй саламыз дейтін Сейілхан. Аулада алма ағашы болсын дейтін Хадиша кіріп. Балаларымыз көп болады. Көп болса, бәрін оқытамыз. Ұлдарымыз азамат болады. Қызымыз болса, еркелетеміз. Сейілхан әйеліне қарап жымиып: сен балаларды менен де жақсы тәрбиелейтін сияқтысың. Хадиша бірден: баланы тек асырау аз, оқу керек, білім керек. Менің балаларым ешкімге жалтақтамасын дейтін. Ол кезде бұл сөздер жай ғана арман сияқты еді. Бірақ Хадиша армандақ қана отыратын әйел емес болатын. Көп ұзамай олардың тұңғышы дүниеге келді. Сосын екінші ұлы. Арада бірнеше жыл өткенде үшінші баласын босанды. 3 баламен үйдің тірлігі жеңіл болған жоқ. Оның үстіне Сейілханның жүрегі бала кезінен мазалайтын. Кейде жұмыстан келген соң кеудесін ұстап отырып қалатын. Хадиша бірден шошып: тағы ауырды ма? Аздап қана, қазір өтеді дейтін Сейілхан. Өтеді дей бересің, ертең дәрігерге барамыз. Мал бар, жұмыс бар. Мал сенен қымбат емес. Хадиша күйеуінің ауырғанын көрсе де, ешқашан өзін дәрменсіз сезінген емес. Балалар бар, тіршілік бар. Біз өмір сүруіміз керек деп өзіне өзі дем беретін. 3 баланы өсіріп отырып та қарап отырған жоқ. Ауылда дүкен аз еді. Қалаға жиі бара алмайтын адамдар көп болатын. Соны байқаған Хадиша бір күні Сейілханға: мен қалаға барып зат әкеліп сатсам қайтеді деді. Күйеуі таңырқаққа қарады. 3 баламен бе? 3 бала бар екен деп үйде отыра берем бе? Саған қиын болады. Қиын болса да үйренемін. Сейілхан күліп: сен бір нәрсеге кіріссең тоқтамайтыныңды білемін. Содан Хадиша саудаға кірісті. Таң атпай тұрып, балалардың тамағын дайындайтын, үйдің жұмысын реттейтін, сосын қалаға жүретін көлікке отырып кететін. Қаладан мата, киім-кешек, ыдыс-аяқ, балаларға арналған заттар, шәй, кәмпит сияқты алда тапшы дүниелерді әкелетін. Үйбейдің бір бөлмесін шағын сауда орнына айналдырды. Көршілер келіп: Хадиша, балаларға аяқ киім бар ма? Бар. Көйлекше? Бар. Өлшемін қарап көрейік. Саудасы жүре бастады. Бірақ Хадиша мұнымен тоқтамады. Ауылдағы сүт пен майды қалада жақсы бағамен сатып алатын естіп, тағы бір кәсіпке кірісті. Таңертең ауыл адамдарынан сүт, қаймақ, май жинайтын. Өздерінің де малынан өнім мол шығатын. Соны қалаға апарып сататын. Кейде ауыр сөмкелерін екі қолына көтеріп автобустан әрең түсетін. Қолдары талады, арқасы ауыратын. Бірақ кешке үйге кіргенде балаларын көріп шаршағанын ұмытып кететін. Анашым, не әкелдіңіз? Деп балалар жүгіріп шығатын. Алдымен сабағыңды көрсет дейтін Хадиша. Бестік алдым, онда саған кәмпит бар. Балалар мәз болатын. Сейілхан кейде әйеліне қарап: сен өзіңді аясаңшы дейтін. Қазір еңбек етпесек қашан етеміз? Балалар өсіп келе жатыр. Мен де жұмыс істеп жүрмін ғой. Сенің жүрегіңді білемін, өзіңді қинама. Хадиша күйеуіне ешқашан аурусың деп ауыр сөз айтпайтын. Керісінше, оның ауыр жұмыс істеуіне жол бермеуге тырысатын. Тіршілік біртіндеп түзелді. Алғашында санаулы ғана малы болған отбасының қорасы жыл өткен сайын тола бастады. Сиыр көбейді, қой көбейді, жылқы алды, қора жайын кеңейтті. Бір кезде малға өздері үлгермей қалды. Сонда Сейілхан: жеке малшы ұстайық деді. Хадиша алғашында келіспеді. Ақша шығын болады ғой. Ақшаны табамыз. Балаларды малдың соңына салып қоймайық. Осы сөз Хадишаға ұнады. Өйткені оның бала тәрбиесіне деген көзқарасы бөлек еді. Дұрыс айтасың, балалар оқысын. Сөйтіп олар мал бағуға жеке адам жалдады. Ауылдастардың кейбірі: 3 ұлым бар, неге малға жұмсамайсың деп сұрайтын. Хадиша бірден: баланы малшы болсын деп өсіріп жатқан жоқпын. Оқысын, білім алсын. Қаласа кейін өзі таңдайды дейтін. Балалары сабақтан келгенде: қораға барып шөп сал деп мазаламайтын. Сабақтарыңды оқыңдар. Ертең біз көрмегенді сендер көріңдер дейтін. Үйдегі тірлікті өзі істейтін. Кейде шаршап, түнде аяғы сыздап жататын. Бірақ балаларының дәптерге үңіліп отырғанын көрсе, іштей қуанып қалатын. Осының бәрі солар үшін ғой. Жағдайлары жыл өткен сайын жақсарды. Үйге жаңа жиһаз кірді. Қора толған мал болды. Дастарханнан ет үзілмейтін. Балалар киіммен тарықпады. Мектепке керек заттың бәрін алып берді. Бірде Сейілхан кешкі шай үстінде: Хадиша, баяғы армандарымыз есінде ме деді. Қайсысы? Үйіміз болады, балаларымыз оқиды деп отырушы едік қой. Хадиша жан-жағына қарады. 3 баласы дастархан басында отыр. Үйдің іші жылы, қорада малы тұр. Сейілхан қарсы алдында. Сол сәтте Хадиша өзін шын бақытты сезінген еді. Иә деді жымиып. Біразын орындаппыз. Сейілхан оның қолын ұстап:
Мұның бәрінде сенің еңбегің көп. Хадиша басын шайқады. Екеуміздің еңбегіміз. Ол кезде Хадиша өмір дәл осы қалпында жалғаса береді деп ойлаған. Балаларын өсіреді, оларды оқытады, үйлендіреді, немере сүйеді. Сейілхан екеуі қартайғанда, осы үйдің төрінде отырып шай ішеді деп сенетін. Бірақ өмір адамға барлық жоспарын алдын ала айтып қоймайды екен. Қарттар үйінің терезесі алдында отырған Хадиша сол күндерді есіне алып, жанарына жас толтырды. Бір кезде балаларым жақсы өмір сүрсін деп, олардың қолына малдың қамшысын ұстатпаған еді. Оқыңдар, адам болыңдар деп, бар ауыртпалықты өзі көтерді. Қолына ауыр сөмке ұстап, қалаға сан рет барды. Қыстың суығында сүт пен май тасып жүрді. 3 баласының ештеңеден кем болмауын қалады. Енді сол 3 баласы бар бола тұра, өзі қарттар үйінің кішкентай бөлмесінде жалғыз отырғанына жүрегі сенгісі келмеді. Хадиша терезеден сыртқа қарап сыбырлап қана: "Сейілхан, сен тірі болғанда мен бұл жерге келер ме едім?" деді. Көзінен бір тамшы жас үзіліп түсті. Оның бүкіл ғұмырында жинаған мал мүлкі де, үйі де, ақшасы да қасында жоқ еді. Қалғаны өткен күндердің елесі мен ана жүрегіне сыймай тұрған 3 баласының сағынышы ғана болатын. Уақыт деген тоқтамайды екен. Кеше ғана Хадиша мен Сейілханның айналасында асыр салып жүрген 3 бала бірінен соң бірі ер жетті. Әке шешесі барын беріп оқытқан олдар енді өз өмірлерін құруға кірісті. Алдымен үлкен ұлы Дидар үйленді. Тойдың қамын Хадиша өзі ұйымдастырды. Келін түсіріп, ағайын туыстың басын қосып, барын дастарханға қойды. Тұңғышының отау құрғанына ерекше қуанды. Той өткеннен кейін бір күні Дидар әке шешесінің алдына келді. "Әке, ана, біз қалаға кетсек деп отырмыз. Жұмысымыз сонда. Ауылда отырып қалғымыз келмейді" деді. Хадиша іштей қимаса да баласының жолын бөгемеді. "Жассыңдар, өз өмірлерінде өздерін құрыңдар. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар" деді. Сейілхан екеуі тұңғыштарына тиесілі еншісін берді. Малын бөліп, қолдарына қаражат ұстатты. Ұлын шығарып салып тұрған Хадиша: "Бірге тұрмаймыз дегендеріңе ренжімеймін. Тек бір-бірінді сыйлап, шаңырақтарында берік ұстандар" деді. Дидар анасын құшақтап: "Уайымдамаңыз ана, жиі келіп тұрамыз" деді. Хадиша сол сөзге сенді. Арада уақыт өтіп, екінші ұлы да үйленді. Ол да: "Жұмыс қалада, бізде бөлек тұрғанымыз дұрыс шығар" деді. Хадиша бұл жолда қарсы болмады. "Баланы дүниеге өзім үшін әкелген жоқпын. Өмірлерінде сүрінгер" деді. Екінші ұлына да еншісін беріп, ақ батасымен шығарып салды. Бір кезде 3 баланың даусынан басылмайтын үй біртіндеп тыныштала бастады. Бірақ Хадиша балалары бөлек кеттеген деп олардан қол үзген жоқ. Қалаға барған сайын сөмкесін бос апармайтын. Үйден құрт, май, ірімшік, қаймақ дайындап алады. Соғымнан қалған ет болса, оны да бөліп салады. "Өздерін сатып алмай-ақ қойыңдар, ауылдың таза тамағын жеңдер" деп апарып беретін. Келіндері: "Апа, осынша ауыр затты неге тасисыз?" десе, "Сендер үшін емес, балаларым мен немерелерім үшін ғой" деп күлетін. Баласы қанша жасқа келсе де, ана үшін бала күйінде қалады екен. Ал кенже ұлы қалада оқып жүрген. Хадиша оны ерекше уайымдайтын. "Екі ағасы өз күндерін көріп кетті. Кенжеміз оқып жүр. Біз де қалаға көшсек қайтеді" деді бір күні Сейілханға. Сейілхан біраз ойланып: "Ауылдағы тірлікті не істейміз? Малды сатамыз, жасымыз да келіп қалды. Балалар қалада. Ертең немерелеріміз де сонда өседі." Ақыры екеуі осы шешімге тоқтады. Жылдар бойы көбейткен малдарын сатты. Қора бір күнде босап қалған жоқ. Бірақ әр малды алып кеткен сайын Хадишаның жүрегі бір түрлі болып қалатын. Бұл малдың әр қайсысында өзінің маңдай тері жатқандай көрінетін. Дегенмен балаларына жақын болуды бәрінен жоғары қойды. Жиналған қаражатқа қаладан жер алып үй салдырды. Кең, жарық, ауласы бар жақсы үй болды. Сейілхан Жанайдың табалдырығын аттағанда: "Хадиша, ауылдағы еңбегіңіз зая кетпепті" деді. "Балалардың ортасында болсақ болды" деді ол. Малды сатқаннан артылған ақшаны Хадиша бөлек сақтап қойды. Сейілхан: "Мұны не істейміз дегенде? Кенжеміз ертең үйленеді, тойына керек. Ағаларына жасағанымызды бұғанда жасауымыз керек. 3 баланың арасында алалау болмасын" деді. Өзіне деп ақша жинауды Хадиша ешқашан ойламаған екен. Қолына артық қаражат түссе, Дидардың балаларына керек шығар. Екінші баламның үйіне бірдеңе жетпей жүрген шығар. Кенжемнің оқуына керек болар деп таратып беретін. Сейілхан кейде: "Хадиша, өзіме де қалдырсаңшы" дейтін. "Маған не керек? Үйім бар, сен барсың, балаларым аман.
осыдан артық байлық бар ма деп күлетін. Бірақ Хадиша сол сөздерді бір күні сағынышпен еске алатын білген жоқ. Сейілханның жүрек ауруы жыл өткен сайын күшейе берді. Бір күні оның жағдайы аяқ астынан нашарлады. Хадиша жедел жәрдем шақырды. Сейілхан, шыда, балаларға хабардастым, қазір келеді деп қолын қысып отырды. Сейілхан әйеліне әлсіз ғана қарады. Хадиша, мен осындамын. Балаларға ренжіме, бірлігі кетпесін. Ондай сөз айтпа, өзім айтасым оларға. Бірақ Сейілхан бұл жолы ауруханадан үйіне оралмады. Күйеуінің қайтыс болған туралы хабарды естігенде, өмір бойы өжет болған Хадиша алғаш рет өзін дәрменсіз сезінді. Үйіне келгенде Сейілхан отыратын орынға ұзақ қарап тұрды. Шай ішетін кесесі де орнында, киімі де ілулі, кек өзі жоқ. Хадиша сол орындыққа отырып, бетін екі алақанымен басып жылады. Екеуміз бірге қартаямыз деп едік қой, Сейілхан. Мені неге жалғыз қалдырдың? Ол өмір бойы қиындықтан қорықпаған еді. 3 баланы өсірді, сауда жасады, мал көбейтті, ауыр жүк көтерді. Отбасы үшін күн-түн демей еңбек етті. Бірақ жарынан айырылудың салмағы бәрінен ауыр болды. Сол күннен кейін кең үйдің іші Хадишаға бұрынғыдан да үлкен әрі тым-тыныш болып көрінді. Ол кезде Хадиша өзінің ең ауыр сынақтары әлі алда екенін білген жоқ еді. Сейілхан дүниеден өткеннен кейін Хадиша ананың бар жұбанышы балалары болып қалды. Әсіресе кенже ұлы әлі үйленбегендіктен көңілінің бір түкпірінде кенжем шаңырақ көтерсе, осы үй қайтадан баланың күлкісіне толар. Келін түсіп, немере сүйермін, қартайғанда солардың ортасында отырармын деген үміті бар еді. Көп ұзамай кенже ұлы оқуын аяқтап, мамандығы бойынша жұмысқа орналасты. Бір күні кешкі шай үстінде анасына: «Анашым, сізге бір әңгіме айтайын деп едім» деді. «Айта ғой балам, үйленсем деп жүрмін». Хадишаның жүзі бірден жадырап сала берді. «Рас па?» «Иә, бір қызбен сөйлесіп жүрмін. Екеуміз отбасын құруға шешім қабылдадық». Хадиша орнынан тұрып, баласының маңдайынан сүйді. «Алла бақтарыңды ашсын, балам. Әкең тірі болғанда қалай қуанар еді». Соңғы сөзді айтқанда даусы бәсеңдеп кетті. Көз алдына Сейілхан елестеді. Кенжеміздің де тойын көдеріміз деп армандаушы еді. Енді сол тойды Хадиша жалғыз өз атқармақ. «Әкең жоқ деп тойынды кем қылмаймын» деді ол баласына. «Екі ағаңа не жасасақ, саған да соны жасаймыз». Содан бастап Хадиша тойдың қамына кірісті. Қыздың отбасымен танысып, құдалықтың жөн жоралғысын сөйлесті. Құдаларға киіт дайындалды, қалың малы берілді. Сырға салу, құда күту секілді қазақы дәстүрдің еш қайсысын аттап өткісі келмеді. 3 ұлымның біреуінде алалаған жоқпын. Кенжемнің тойы да ел қатарлы өтсін дейтін. Бірақ есептей келе, қолындағы қажажаттым той шығынына жетпейтіні белгілі болды. Бұрын кенже баласына деп сақтап қойған ақшасының біразын үлкен 2 ұлы қиналған кезде бөліп берген еді. Өзі де күнделікті тіршілікке жұмсаған. Бір күні Хадиша үстел басында қағаздарын жайып қойып, ұзақ есептеді. Ақша жетпейді. Тойғана бар, құдалық бар, киіт бар, қалың мал бар. Басқа да топ жатқан шығын бар. Тойды кішірейтейін бе деп бір ойлады. Бірақ артынан 2 ағасының тойын ел қатарлы жасадық. Кенжемін несі кем деп райынан қайтты. Ақыры қаладан салған үйін кепілге қойып, банктен несие алды. Құжатқа қол қояр сәтте банк қызметкері: «Апай, бұл үй несие толық өтелгенше кепілде тұрады. Төлем уақытында жасалу керек» деп түсіндірді. Хадиша басын изеді. «Білемін, айналайын. Балам жұмыс істейді. Ақындап төлеріміз». Ол кезде Хадиша үйінен айырылып қалам деп ойлаған жоқ. Оның ойында бір ғана нәрсе тұрды. Баламның тойы жақсы өтсе болды. Сөйтіп көптен күткен той да келді. Ағайын туыс жиналды. Ақ дастархан жайылды. Домбыраның үні естіліп, үлкендер бата берді. Хадиша жаңа түскен келініне ақ орамал жауып тұрып, көзіне жас алды. «Қош келдің қарағым, осы шаңыраққа құт болып кел, екеуің тату болыңдар» деді. Той үстінде жұрт: «Хадиша, 3 ұлымды да аяқтандырдың, енді қызығын көр» деп тілек айтып жатты. Хадиша күлімсірегенімен көзінен жас тоқтамады. «Сейілхан, көрдің бе? Кенжемізді де үйлендірдік» деді іштей. Той аяқталды. Үйге келін келді. Хадиша ананың көптен бергі жалғыздығы сейілгендей болды. Таңертең ас үйден 2 жастың даусын естісе де, көңілі көтеріліп қалатын. Келініне ауыр жұмыс істетпеді. Жұмыстан шаршап келеді ғой, демалсын дейтін. Олына да: «Келінді ренжітпе, жат жерден сен деп келді» деп ақылын айтып отыратын. Хадиша іштей болашақты елестетіп те қойған еді. Бұйырса немере келеді.
Мына бөлмені балаға дайындаймыз. Келін жұмысқа шықса, немеремді өзім бағам. Үй қайтадан бала күлкісіне толады. Осы оймен өмір сүріп жүрген. Бірақ тойдан кейін көп уақыт өтпей, келіннің мінезі өзгере бастады. Бір күні кешкі ас үстінде кенже ұлы анасына қарай алмай: "Анашым, сізбен бір нәрсе сөйлесейік" деп етіктеді. Хадиша еш жамандық ойлаған жоқ. "Айта беріңдер." Келіні сөзді өзі бастады. "Апа, біз бөлек тұрсақ деп едік." Хадиша алғашында түсінбей қалды. "Қалай бөлек? Пәтер жалдап шығамыз. Мына үй тар ма, қарағым? Бөлме жетпей жатыр ма?" "Жоқ, үйге байланысты емес." "Онда неге?" Келіні біраз үнсіз отырып: "Абысындарымда бөлек тұрады ғой. Біз неге бірге тұруымыз керек?" деді. Осы бір ауыз сөз Хадишаның жүрегіне ауыр тиді. Ол кенже ұлына қарады. "Балам қазір бірдеңе айтар. Анам жалғыз қалмайды дер" деп күтті. Бірақ ұлы төмен қарас отырды. "Сен не дейсің, балам?" деді Хадиша. Ұлы ауыр күрсінді. "Анашым, біраз бөлек тұрып көрейік. Жас отбасы болған соң." Хадиша үнсіз қалды. Оның көз алдына банкке кепілге қойған үй елестеді. Қалың маң, құдалық, той, бәрін осы баласының қуанышы үшін жасаған еді. Бірақ еш қайсысын баласының бетіне басқысы келмеді. "Мен сендерді ұстап отырған жоқпын ғой" деді ахан. "Анашым, ренжімеңіз." "Ренжімеймін." Бірақ ана жүрегі ренжіген еді. Келіні бөлмесіне кіріп кеткен соң, ұлы анасының жанында қалды. "Анашым, бар балам, әйеліңнің көңілін қалдырма. Сіз жалғыз қаласыз ғой." Хадиша жымиған болып: "Мен жалғыздыққа үйренгенмін. Әкең кеткеннен бері жалғызбын ғой." Ұлы анасының жүзіне бір сәт қарап тұрды да үнсіз бөлмесіне кіріп кетті. Бірнеше күннен кейін олар заттарын жинады. Хадиша есік алдында тұрып шарт салды. Кенже ұлы: "Анашым, күнде хабарласам, демалыста келеміз" деді. Хадиша баласының жағасын түзеп: "Жарайды, бір-бірінді ренжітпеңдер, тату болыңдар" деді. Көлік қозғалып кеткенде ғана қолын түсірді. Үйге кірді. Баяғыда 3 баланың даусынан басылмайтын үлкен үй тағы да тым-тырыс қалды. Хадиша ас үйге кіріп, 4 адамға жайылған дастарханға қарап тұрып қалды. 3 кесе артық тұр. Оларды бір-бірлеп жинай бастады. Кенже ұлының кесесін қолына алғанда шыдай алмады. Орындыққа отырып үнсіз жылады. "Сейілхан", деді булығып, "кенжеміз қасында қалады деп ойлап едім." Ол баласына ренжіп қарғаған жоқ. Келінін де жамандамады. Тек кең үйдің ішінде жалғыз қалған ана жүрегі алғаш рет бір ауыр шындықты сезгендей еді. Ол өмір бойы балаларына жеке өмір сыйлауға тырысты. Бірақ сол балалар жеке өмірін құрған сайын ананың өз өмірінде жалғыздық көбейе берді. Сейілхан дүниеден өткеннен кейін қаладан салған үй заң бойынша Хадиша ананың атына өткен еді. Бұл үй оның жай ғана баспанасы емес, Сейілхан екеуінің жылдар бойғы маңдай терінің өтеуі болатын. Бірақ қазір сол үй банктың кепілінде тұр. Кенже ұлының тойы өтіп, жас жұбайлар бөлек шығып кеткеннен кейін ғана Хадиша несиенің ауыртпалығын анық сезіне бастады. Ай сайын төленетін қаражат аз емес, ал бұрынғыдай сауда жасап, табыс табуға жасы да келмейтін. Бір күні банк құжаттарын алдына жайып қойып, ұзақ отырды. "Енді мұны қалай төлеймін?" деді өзіне өзі. Көзіне жас толды. Бұл несиені өзі үшін алған жоқ еді. Үйіне жиһаз алу үшін де, қыдыру үшін де жұмсамады. Кенже баласының тойын ел қатарлы өткізу үшін алған. 3 ұлым бар ғой, үшеуі бірігіп көмектессе, несиені тез аржабамыз деп өзін жұбатты. Сол оймен 3 баласын үйіне шақырды. Демалыс күні үшеуі де келді. Баяғыда осы дастарханның айналасында 3 кішкентай бала отыратын. Хадиша біріне ет турап беріп, біріне шай қиып, кенжесінің аузына өзі тамақ салатын. Бүгін сол балалардың үшеуі де ер жеткен. Үшеуінің де өз отбасы, өз тіршілігі бар. Хадиша шай қиып отырып, сөзді неден бастарын білмеді. Ақыры алдындағы кесесін қойып: "Балаларым, сендерді жайдан жай шақырған жоқпын" деді. Үшеуі анасына қарады. "Мына үйдің несиесі бар екенін білесіңдер. Кенже інілерінің тойына ақша жетпеген соң, үйді кепілге қойып несие алған едім." Кенже ұлы төмен қарады. Хадиша сөзін жалғастырды: "Ай сайынғы төлем маған ауыр болып барады. Бұрынғыдай жұмыс істей алмаймын. Үшеуің бірігіп несиені төлеп беруге жәрдемдессеңдер деймін." Бөлме іші тып-тыныш болып қалды. Хадиша балаларының біреуі: "Анашым, уайымдамаңыз, біз бармыз ғой" деп айтады деп күтті. Бірақ ешкім асықпады. Үшеуі бір-біріне қарады. Сәлден кейін
Үлкен ұлы Дидар тамағын кенеп, «Анашым, мен төлей аламын» деді. Хадишаның жүзі жадырап сала берді. «Рас па, балам?» Бірақ Дидар сөзін жалғастырды. «Несиенің бәрін өзім төлейін, бірақ бір шартым бар». Хадишаның жүзіндегі күлкі бірден жоғалды. «Қандай шарт?» «Несие біткеннен кейін үйді менің атыма жазып бересіз». Хадиша үнсіз қалды. «Үйді ме?» «Иә, бәрін мен төлесем, үй маған қалсын». Сол сәтте ортаншы ұлы бірден қарсы шықты. «Неге саған қалуы керек? Өйткені несиесін мен төлеймін». «Мен де төлеймін», деді ортаншысы. «Екеуміз бөліп төлейік, сонда үйде менің де үлесім болады». «Сен осы уақытқа дейін неге төлемедің?» «Сен де төледен жоқсың ғой». Екі ағайынды бір-біріне сөз қайтара бастады. «Үй әкемізден қалған. Әкемізден қалса, үшеумізге ортақ. Несиені кім төлейді, сол адамға тиесілі болу керек». Хадиша үнсіз отырды. Ол балаларының сөздерін естіп отырғанымен бір сәтте ештеңе естімегендей күйге түсті. Жанындағы кенже ұлына қарады. Ең болмаса, осы балам бір сөз айтар деп күтті. Кенжесі қабағын түйіп отыр екен. «Ал сен не дейсің, балам?» деді Хадиша. Кенже ұлы қысылып қалды. «Анашым, мен не айтайын? Қолынан келгенше көмектессем болды». Кенжесі ауыр күрсінді. «Жаңа үйлендім ғой, пәтердің ақысын төлеймін. Өзіміздің шығын көп. Менде ондай ақша қайдан болсын?» Хадиша оған ұзақ қарады. Дәл осы баланың тойы үшін үйін кепілге қойғанын айтқысы келді. «Балам, бұл қарыз сенің пойыннан қалған ғой», дегісі келді. Бірақ айта алмады. Ана жүрегі тағы да баласын ақтап алды. Ал екі ағасы әлі үйді қалай бөлісетіндерін айтып отырды. «Үйдің бағасы өседі. 3-ке бөлсек дұрыс болады. Несиені кім қанша төлегенін есептеу керек». Хадиша олардың сөздерін тыңдап отырып, көзінің жасын әрең тежеді. Ешқайсысы «Анашым, өзіңіз қалай күн көресіз» демеді. Ешқайсысы «Үйді бізге бермеңіз, ол өзіңізге керек» демеді. Ешқайсысы «Сіз осы үйде алаңсыз өмір сүріңіз, несиесін біз төлейміз» деген жоқ. Олардың әңгімесінде үй бар, ақша бар, үлес бар, бірақ ана жоқ еді. Хадиша орнынан баяу көтерілді. «Болды балалар». Үшеуі де үнсіз қалды. «Таласпай-ақ қойыңдар. Анашым, біз тек...» «Болды» дедім. Даусы қатты шыққанмен иегі дірілдеп тұрды. Ол өмір бойы өжет болған әйел еді. Қаладан ауылға ауыр жүк тасып сауда жасаған. Қора-қора мал өсірген. 3 баласын оқытқан. 3-еуін үйлендірген. Қиналса да ешкімге қол жаймаған. Ал бүгін өзінің 3 баласының алдында көмек сұрап отыр. Хадиша терезеге қарай бұрылды. Көзінен жас сырап түсті. «Мен мұндай халге қалай жеттім?» Осы сұрақ жанын жегідей жеді. «Балаларым осындай болады деп ойладың ба?» Баяғы кішкентай Дидар есіне түсті. Ауырып қалғанда түнімен кірпік қақпай жанында отырған еді. Ортаншысының мектепке алғаш барған күні қолынан жетектеп апарғаны есіне түсті. Кенжесін дүниеге әкелгенде Сейілханның Зениесін. 3 ұлымыз ертең бізге тірек болады деп қуанғаны есіне түсті. Хадиша көзін жұмды. «Сейілхан, балаларымызға не болды?» Жауап жоқ. Артында 3 ұлы әлі үнсіз отыр. Сол сәтте Хадиша бір ауыр шындықты түсінді. Олар үйден айырылып қалдан қорқып отыр, бірақ ешқайсысы анасынан айырылып қалдан қорқып отырған жоқ еді. Хадиша көзінің жасын сүртіп балаларына бұрылды. «Барыңдар» деді, жай ғана. «Анашым, үйді де өзім шешемін, несиені де өзім төлеймін. Сендерден ештеңе сұрамаймын». 3 ұлы бірінен соң бірі есіктен шықты. Есік жабылғанда Хадиша аяғынан әл кеткендей орындыққа отыра кетті. Бетін 2 алақанмен жауып өксіп жылады. «Сейілхан, мен балаларымызды ештеңеден тарықтырмаймын деп жүріп, бір нәрсені дұрыс істемей кеттім бе екен?» Кең үйдің ішінде оның даусы жаңғырып барып басылды. Ал үстел үстінде 3 баласына құйылған шай суық қалған еді. Күндер өтіп жатты. Хадиша ана балаларының көмек сұраған күннен кейін ешқайсысына қайта хабарласпады. Үлкен ұлының «Несиені төлесем, үйді маған бересіз» деген сөзі де, ортаншысының «Менің де үлесім бар» деп таласқаны да жүрегінен кетпей қойды. Ал кенжесінің «Жаңа үйлендім, менде ақша қайдан болсын» деген сөзі тіпті ауыр тиді. Хадиша ешкімге өкпесін айтпады, бірақ уақыт ешкімді күтпейді екен. Бір күні таңертең телефоны шырылдады. «Сәлеметсіз бе, Хадиша Төлеген қызы?» «Иә, тыңдап тұрмын. Банктен хабарласып тұрмыз. Несие төлемінің мерзімі өтіп кеткен. Бүгін төлем жасай аласыз ба?» Хадиша үнсіз қалды. Үстел үстіндегі әмиянына қарады.
Ішінде күнделікті азық-түлігіне ғана жететін азын-аулақ ақшасы бар. Айналайын, тағы біраз уақыт беруге болмай ма? Өкінішке қарай, қарыз бірнеше рет кешіктірілген. Сізге бұған дейін де ескерту жасалған. Хадишаның жүрегі су ете қалды. Үйді алып қоймайсыздар ма? Телефонның ар жағындағы қызметкер сабырлы дауыспен жағдайды түсіндіре бастады. Бірақ Хадиша одан кейінгі сөздерді толық естімегендей болды. Құлағында бір ғана сөз жаңғырып тұрды. Үй. Сейілхан екеуі армандаған үй. Аудағы малын сатып салған үй. Балалары керіп кетіп жүрсін деп кең етіп салдырған үй. Кенже баласының тойы үшін кепілге қойған үй. Енді сол үйден айырылғалы отыр. Хадиша телефонды қойғаннан кейін ұзақ отырды. Бір кезде телефонын қайта қолына алды. Үлкен ұлы Дидардың нөмірін ашты. Саусағы қоңырау шалу белгісіне жақындады, бірақ баспады. Не деймін? Балам, үйіңді сақтап қалшы деймін бе? Оның есіне Дидардың сөзі түсті. Несиенің бәрін мен төлеймін, бірақ үйді маған бересіз. Хадиша телефонды қайта қойды. Ортаншысына да хабарласқысы келмеді. Кенжесіне тіпті айта алмады. Жас отбасы ғой, деді өзін жұбатқандай. Тағы да баласын ақтады. Арада біраз уақыт өтті. Қарыз көбейе берді. Хадиша қолындағы бар ақшасын жинап, аздап төлем жасауға тырысты. Бірақ ол жеткіліксіз еді. Ақыры бір күні үйге банк өкілдері келді. Құжаттарды көрсетіп, жағдайды түсіндірді. Кепілдегі үй қарызды өтеу үшін банкке өтетін болды. Хадиша үнсіз тыңдап отырды. Жыламады, айқайламады. Ешкіммен дауласпады. Тек қашан босатуым керек деп сұрады. Белгілі бір мерзім берілді. Сол күні кешке Хадиша үйдің барлық бөлмесін аралап шықты. Алдымен ас үйге кірді. Мына жерде Сейілхан шай ішетін. Қабырғаға қолын тиізді. Қанша жылдық еңбегіміз еді Сейілхан, деді сыбырлап. Сосын жатын бөлмеге кірді. Шкафтың түбінде Сейілханның ескі тақиясы әлі сақтаулы екен. Хадиша оны қолын алды, иіскеп көрді. Күйеуінің иісі баяғыда жоғалған. Бірақ Хадиша тақияны кеудесіне қысып, сол жерде отырып жылап жіберді. Сен кеткеннен кейін бәрін сақтап қалам деп ойлап едім. Қолынан келмеді. Ертеңіне заттарын жинай бастады. Бір үлкен сөмкеге киімдерін салды. Екіншісіне бірнеше суретпен құжаттарын жинады. Балаларының кішкентай кезіндегі фотоларын көргенде қолы тоқтап қалды. Үш ұлы қатар тұр, үшеуі де күліп тұр. Орталарында Хадиша мен Сейілхан. Сол суретке ұзақ қарады. Қай жерде қателестім екен, деді көзіне жас алып. Үйді босататын күні есік алдында ұзақ тұрды. Кілтті тапсырар алдында табалдырықты алақанмен сипады. Қош бол, қара шаңырағын. Даусы дірілдеп кетті. Есікті соңғы рет жапты. Енді қайда барады? Үш ұлы бар. Үшеуінің де үйі бар. Қаласа біреуіне қоңырау шалып, балам, мені үйіне алшы, дей алар еді. Бірақ Хадиша оны істемеді. Өйткені олардың жауабын іштей біліп тұрды. Бірі әйеліне қарайды, бірі үйінің тарлығын айтады, бірі жағдайын сылтау етеді. Ең ауыры, Хадиша сол сөздерді өз балаларының аузынан естігісі келмеді. Анаға баласының сізді үйге ала алмаймын дегенін естігеннен гөрі үндемей кеткені жеңіл шығар деп ойлады. Сөйтіп ол балаларын іздемеді. Бірнеше уақыттан кейін қолына екі сөмкесін ұстап, қарттар үйінің алдына келді. Қақпа алдында біраз тұрып қалды. Ауладан өзі қатарлы қарттарды көрді. Бірі орындықта отыр, бірі баяу жүріп барады. Хадишаның аяғы алға баспай қойды. Мен шынымен осында келдім бе? Кеше ғана қора-қора малы болған әйел. Балаларының тойын жасаған ана. Үш ұлын ешкіммен кем қылмай өсірген Хадиша. Енді екі сөмкесін көтеріп, қарттар үйінің есігінде тұр. Іштен қызметкер шықты. Апа, кімге келдіңіз? Хадиша оған қарады. Бірнеше секунд жауап бере алмай тұрды. Сосын бар күшін жинап, ешкімге келген жоқпын, айналайын. Даусы дірілдеп кетті. Өзім келдім. Қыз оның қолындағы сөмкелерге қарады. Хадиша көз жасын көрсетпеуге тырысып, басын төмен түсірді. Барар жерім жоқ. Осы сөзді айтқанда ғана жүрегі шыдамады. Көзінен жас ашып кетті. Бірақ сол сәтте де үш ұлының бірінде жамандамады. Өйткені баласы анадан теріс айналса да, ананың жүрегі баласынан керіс айнала алмайды екен. Осылайша Хадиша ананың қарттар үйіне келгеніне 6 ай толды. 6 ай бойы ол күн сайын дерлік есікке қарайтын. Әсіресе демалыс күндері дәлізден аяқ дыбысы естінсе, жүрегі дүрсете қалатын. Балаларының бірі келген шығар, бірақ есік басқа бөлменікі болып шығатын.
Уақыт өте келе Хадиша күтуді де азайтты. Үміттенген сайын жүрегі ауыратын түсінгендей еді. Бір күні түстен кейін бөлмесінде терезеге қарап үнсіз отырған. Кенет есік қағылды. Кіріңіз. Қарттар үйінің қызметкері кіріп, Хадиша апа, сізге бір жігіт келіп тұр деді. Хадиша селк ете қалды. Маған ба? Иә, сізді сұрап келіпті. Жүрегі бірден алып ұшып кетті. Балаларының бірі шығар. 6 айлық өкке наздың бәрі бір сәтте ұмытылғандай болды. Хадиша орнынан тұрып орамалын түзеді. Айнаға қарап, көзінің айналасын сипады. Қайсысы екен? Дидар ма? Әлде кенжем бе? Асыға басып, қонақ қабылдайтын бөлмеге кірді. Бірақ есіктен аттай бергенде тоқтап қалды. Алдында Сағындық тұр еді. Сағындық? Ассалаумағалейкум, Хадиша апа. Хадишаның жүзіндегі қуаныштың бір сәтке басылып қалғанын Сағындық байқап қалды. Ол кімнің келуін күткенінде түсінді, бірақ ештеңе демеді. Кел балам, отыр. Екеуі қатар отырды. Сағындық Хадишаға біраз үнсіз қарады. Апа, өткенде бәрін толық айтпадыңыз. Хадиша төмен қарады. Нені айтпаппын? Балаларымыз туралы, үйіміз туралы. Хадиша күрсінді. Оның несін айтамын, балам? Өткен нәрсе ғой. Мен сізді бала кезімнен танимын. Біреуді жамандап, шағым айтып отырғаныңызды көрген емеспін. Бірақ дәл қазір шындықты білгім келеді. Хадиша үнсіз қалды. Сағындық асықтырмады. Біраздан кейін Хадиша үйімді банк алды деді. Неге? Хадиша көзін төмен түсірді. Кенже ұлым үйленгенде той жасауға қаражат жетпеді. Үйді кепілге қойып несие алғанмын. Сағындық қабағын түйді. Балаларыңыз көмектеспеді ме? Хадиша ауыр күрсінді. Үшеуін де шақырдым. Сосын бәрін жасырмай айтып берді. Үлкен ұлының несиені түгел төлеймін, бірақ үйді маған бересіз деген. Ортаншысының мен де төлеймін, менің де үйде үлесім болады, деп ағасымен таласқан. Кенже ұлының жаңа отбасы құрдым, менде ондай ақша жоқ деген. Сағындық үндемей тыңдап отырды. Хадишаның даусы бірте-бірте дірілдей бастады. Сонда Сағындық, мен бір нәрсені түсіндім. Нені апа? Балаларым үйден айырылып қалудан қорықты. Бірақ менің қайда қалатынымды ешқайсысы сұрамады. Көзінен жас сырап түсті. Мен оларға ренжімейін деймін. Өзім өсірген балалар ғой. Бірақ жүрекке әмір жүрмейді екен. Сағындықтың да жанары жасаурады. Үй банкке өтті ме? Иә. Қанша қарыз қалды? Хадиша бірден басын шайқадады. Оны не қыласың, балам? Болды, үй кетті. Қанша қарыз қалған білесіз бе? Құжаттарында бар. Сағындық біраз үнсіз отырды. Сосын, апа, мен сізді өз үйіме алып кетуге келдім деді. Хадиша таңырқап қарады. Қайда? Біздің үйге. Ажармен сөйлестім. Ол да сізді күтіп отыр. Хадиша бірден басын шайқады. Жоқ, балам. Неге? Бармаймын. Апа, 3 балам бола тұра, бөтен адамның үйінде тұрып, не бетіммен жүремін? Сағындықтың қабағы түйілді. Мен сізге бөтенмін бе? Хадиша жауап бере алмай қалды. Бала күнімде анам ауырғанда дәрісін кім әкелді? Біз ашыққанда үйінен тамақты кім көтеріп келді? Қыста үстімізге киімді кім әперді? Оны айтпа, балам. Неге айтпаймын? Сіз оны әлдеқашан ұмытқан шығарсыз. Мен ұмытқан жоқпын. Хадиша оның қолын ұстап. Сағындық, жасаған жақсылығынды қайтарсын деп жасаған жоқпын. Білемін, апа. Сондықтан мен де қарыз қайтарғалы жүрген жоқпын. Сізді жалғыз қалдырғым келмейді. Хадиша көз жасын сүртті. Рахмет, айналайын. Бірақ үйіне бармаймын. Өз отбасым бар. Мен сендерге салмақ болғым келмейді. Сағындық оны көндіре алмады. Ақыры орнынан тұрып, жарайды апа, бірақ мен тағы келемін деді. Сол күні Сағындық қарттар үйінен бір шешімге келіп шықты. Хадиша ана білмегенімен, келесі бірнеше күн бойы Сағындық оның үйіне қатысты құжаттарды анықтаумен айналысты. Банкке барды. Қалған берешекті есептетті. Заңдық жағдайын тексертті. Үйді қайтарып алу мүмкіндігі болғандықтан талап етілген қарызды өз қаражатынан толық өтеді. Қажетті рәсімдердің бәрін заңды жолмен жүргізіп, үйді қайтадан Хадиша ананың атына рәсімдетті. Бірнеше аптадан кейін Сағындық қарттар үйіне тағы келді. Қолында құжат салынған папка бар. Хадиша апа, жинаңыз. Қайда? Үйіңізге. Хадиша түсінбей қарады. Қай үйіме, балам? Менің үйім жоқ. Сағындық папканы алдына қойды. Бар. Хадиша қағаздарды қолына алды. Бір бетін оқыды.
Екінші бетін қарады. Қолы дірілдей бастады. Сағындық, мынау не? Үйіңізді қайтарып алдын. Қарзы өтелді. Құжаттарыңыз реттелді. Үй қайтадан өз атыңызда. Хадиша орнынан тұра алмай қалды. Сен не істедің? Қолынан келгенін істедің. Қанша ақша төледің? Оны сұрамаңыз. Хадиша басын шайқап, жылап жіберді. Балам, мен сенің ақшаңды қалай қайтарам? Сағындық оның алдына тізерлей отырып, қолын ұстады. Мағаған ештеңе қайтармайсыз. Бірақ, бала күнімде сіз маған жаңа етік алып бергенде, мен сізге ақшасын қайтардым ба? Хадиша үнсіз жылады. Анам ауырғанда, дәрісін әкелгеніңіз үшін ақша сұрадыңыз ба? Жоқ. Ендеше болды. Сағындық Хадиша ананың қолын қысты. Анамның бір сөзі бар еді. Жақсылықты ұмытпа дейтін. Мен тек анамның аманатын орындадым. Хадиша сол сәтте шыдай алмай Сағындықтың маңдайынан сүйді. Өркенің өссін, балам. Балаларының қызығын көр. Жасаған жақсылығың Алладан қайтсын. Көп ұзамай Хадиша ана қарттар үйінен шығып, өз шаңырағына қайта оралды. Үйдің есігін ашқанда табалдырықта ұзақ тұқ қалды. Қабырғасын сипады. Сейілханның суретіне қарады. Көрдің бе, Сейілхан? Үйімізге қайта келдім, деді жылап. Бірақ енді бұл үй бұрынғыдай тым-тырыс болмайтын. Сағындық Ажарды ертіп жиі келетін болды. Балаларын да алып келетін. Ажар Хадишаға: апа, не керек болса айтыңыз, ұялып отырмаңыз, дейтін. Сағындық азық түлігін әкеліп, үйінің жөнделетін жерін жөндетіп берді. Дәрігерге апарып, денсаулығын тексертіп тұрды. Ең бастысы, олар Хадишаға ақша немесе дүниенсе ғана берген жоқ. Олар оған қайтадан біреуге керек екенін сездірді. Бір күні дастархан басында Сағындықтың балалары күліп отырған кезде Хадиша үнсіз қарап қалыпты. Сағындық: апа, не болды, деді. Хадиша көзінің жасын сүртіп жымиып қойды. Ештеңе, балам. Үйіме қайтадан адамның даусы кіргеніне қуанып отырмын. Сол күні Хадиша бір нәрсені анық түсінді. Адам өмір бойы жасаған жақсылығының қашан, кімнен қайтарын білмейді екен. Бір кезде жоқшылық көрген, көрші баласына берген бір үзім нан, бір жіп етікпен бір жылы сөз арада ондаған жыл өткен соң, жалғыз қалған ананың өз шаңырағына қайта оралуына себеп болды. Хадиша ана 3 ұлынан күтпеген қамқорлықты кезінде өз баласындай көрген Сағындықтан тапты. Ал Сағындық үшін бұл жақсылық қайтару емес еді, адамдық парыз еді. Жылдар бірінен соң бірі сырғып өте берді. Сағындықтың арқасында өз шаңырағына қайта оралған Хадиша ана бұрынғы жалғыздығын біртіндеп ұмыта бастады. Сағындық пен Ажар оны өз анасындай көріп жиі келіп тұрды. Балалар да Хадиша жені жақсы көретін. Мереке сайын дастархан басына шақырып, үйіне азық-түлігін жеткізіп, денсаулығын бақылап отырды. Хадиша ана 80-ге таяған шағында қатты сырқаттанып қалды. Бір күні Сағындық әдеттегідей хабарласқанда Хадишаның даусы әлсіз шықты. Апа, жағдайыңыз қалай? Жақсымын, балам. Аздап әлсіз болып тұрмын. Сағындық оным жақсымын дегеніне сенбеді. Өйткені Хадиша өмір бойы ауырғанында, қиналғанында жасырып үйренген адам еді. Сол күні-ақ үйіне барды. Есікті ашқанда Хадиша төсекте жатыр екен. Орнынан тұруға әрекеттеніп еді. Сағындық жібермеді. Жата беріңіз, апа. Келдің бе, балам? Неге ауырғаныңызды айтпайсыз? Хадиша әлсіз жымиып: сенің де жұмысың, бала-шағаң бар. Мазалағым келмеді. Сағындық осы сөзді естігенде қабағым дейді. Сіз мені әлі бөтен көресіз бе? Жоқ, айналайын. Онда болды. Жиналасыз, біздің үйге барасыз. Хадиша қарсылық білдірді. Жоқ, балам. Ажарға салмақ боламын. Ажардың өзі сізді алып кел, деді. Сағындық көп ойланған жоқ. Дәрігерге көрсетіп, қажетті емін жасатты да Хадиша ананы өз үйіне көшіріп алды. Ажар алдынан шығып: апа, енді еш қайда кетпейсіз, біздің қасымызда боласыз, деп құшақтады. Сол күннен бастап Хадиша ананың өмірі қайта өзгерді. Таңертең бөлмесінің есігін Сағындықтың балалары қағатын. Әже, ұйқыңыз қанды ма? Бірі шайын әкелсе, бірі дәрісін уақытында беретін. Ажар тамағын бөлек дайындап, жағдайын сұрап жүрді. Сағындық жұмыстан қанша кеш келсе де, Хадиша ананың бөлмесіне кірмей ұйықтамайтын. Апа, бүгін қалайсыз? Жақсымын, балам. Бірдеңе керек пе? Маған ештеңе керек емес. Сендердің аман жүргендерің керек. Бір күні Хадиша Сағындықты жанына шақырды. Балам, саған бір сөзім бар. Айтыңыз, апа. Менің үйімді өзім ал.
Сағындық таңы қап қалды. Неге? Сол үйді сен қайтарып бердің, ақшасын төледің. Менің қартайған шағында қолтығымнан демедің. 3 балам жасамағанды сен жасадың. Үй саған қалсын. Сағындық бірден басын шайқады. Жоқ апа, маған үйіміздің керегі жоқ. Балам, менің өзімнің 2 үйім бар. Ал сіздің үйіміз Сейілхан ағаның да, өзіміздің де маңдай теріңіз. Мен оны алу үшін көмектескен жоқпын. Хадишаның жанарына жас толды. Сонда жасаған жақсылығың үшін менен ештеңе алмайсың ба? Сағындық жымиып. Сіз де кезінде бізге көмектескенде ештеңе сұрамадыңыз ғой. Хадиша үнсіз қалды. Сағындық оның қолын ұстап, үйіңіз өз балаларыңызға қалсын. Осы әңгімеден кейін Хадиша заңды түрде өсиетін рәсімдетті. Мен өмірден өткеннен кейін үйімді 3 балам тең бөліп алсын деп жаздырды. Оған қанша ауыр сөз айтса да, қиналған кезінде жанынан табылмаса да, ана жүрегі 3 ұлын мұрасынан айырмады. Олар бәрібір менің балаларым, деді Хадиша. Ана баласына өкпелесе де, балалығын ұмыта алмайды екен. Сағындық ештеңе демеді. Хадишаның шешімін құрметтеді. Осылайша оның өмірінің соңғы жылдары бұрынғыдай жалғыздықпен емес, мейірімге толы шаңырақты өтті. Кей кештерде бәрі бір дастархан басына жиналатын. Хадиша төрде отырып, Сағындықтың балаларының әңгімесін тыңдап күлетін. Сондай сәттердің бірінде жанарына жас толды. Сағындық, бері келші балам, деді. Сағындық жанына отырды. Хадиша 2 қолын жайып. Алла саған ұзақ ғұмыр берсін. Ажар екеуінің шаңырақтарынан береке кетпесін. Балаларының қызығын көріңдер. Жасаған жақсылықтарын ұрпақтарының алдынан шықсын. Ешқашан ата-ананың көз жасын көрмеңдер. Мен сендерге ризамын, деп ақ батасын берді. Ажар көзінің жасын сүртті. Сағындық басын төмен салды. Апа, ең бастысы, сіз риза болсаңыз болды. Хадиша күлімсіреді. Ризамын балам, өте ризамын. Өмірінің соңына қарай Хадиша ана бір кезде жоғалтып алған отбасылық жылуды қайта тапты. Ол енді өзін жалғыз сезінбейтін. Жанында жағдайын сұрайтын адам, шайын бірге ішетін отбасы, әже деп құшақтайтын балалар бар еді. Ал ең үлкен жұбанышы, бір кездері өзін жоқшылықтан қорғап, қол ұшын берген кішкентай Сағындықтың азамат болып, қартайған шағында өзіне сүйеу болған еді. Өмір осылайша Хадиша ананың баяғыда жасаған жақсылығын ондаған жылдан кейін өзіне мейірім болып қайтарды. Осымен Хадиша ананың өмір жол туралы әсерлі әңгімеміз аяқталды. Өмір бойы балалар үшін еңбек етіп, барын солардың жолына арнаған ана, қартайған шағында күтпеген сынаққа тап болды. Ал кезінде Хадиша ананың жақсылығын көрген Сағындық сол мейірімді ұмытпай, қиын сәтінде жанынан табылды. Оның бұл әрекеті жақсылықтың ешқашан жоғалмайтынын, бір күні міндетті түрде алдыңнан шығатынын көрсетті. Сіз Сағындықтың Хадиша анаға жасаған қамқорлығы туралы не ойлайсыз? Оның орнында болсаңыз, сіз де дәл осылай әрекет етер ме едіңіз? Пікіріңізді міндетті түрде жазып қалдырыңыз. Әңгімеміз сізге ұнаса, арнамызға тіркеліп, қоңырау белгісін басып, лайк қоюды ұмытпаңыз. Осындай өмірден алынған әсерлі әңгімелерді бірге тыңдап, ой бөлісейік. Сіз бізді қай өңірден, қай қаладан тыңдап отырсыз? Қазір сіз жақта сағат неше? Пікірге жазып кетіңіз. Әр пікіріңіз біз үшін маңызды. Алла әр шаңыраққа амандық, береке мен татулық нәсіп етсін. Ата-анамыздың қадірін тірісінде біліп, ақ батасын алуды баршамызға жазсын. Балаларымыз мейірімді, тәрбиелі, ата-анасына қамқор болып өссін. Жасаған әрбір жақсылығымыз өзімізге де, ұрпағымызға да еселеп қайтсын. Баршаңызға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр және отбасылық бақыт тілейміз.